Сәлеметсіздер ме, оқушылар? Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы сөйлем мүшелеріне талдау. Оқу мақсаты сөйлемнің тұрлаулы, тұрлаусыз мүшелерінің сөйлем жасаудағы өзіндік орнын, қызметін түсініп қолдану. Бағалау критерийі: сөйлемнің тұрлаулы, тұрлаусыз мүшелерін сөйлем ішінен тауып, сөйлем мүшелерінің орын тәртібі мен талдау әдістемесін үйренеді. Алған білімін айтылмақ ойда сауатты қолданады. Сөйлем мүшелерінің орын тәртібін анықтап алайық. Ең алдымен сөйлемді түгелдей оқып, мақсаты мен құрылысына қарай жай, жайылма, сұраулы, хабарлы, лепті, бұйрықтының қайсысын қамтитынын ажыратамыз. Құрмалас сөйлем болса, кемінде 2 баяндаушы болады, жай сөйлемде бір ғана баяндауыш болады. Сөйлемнің баяндаушын тауып аламыз. Баяндаушты табу жеңіл, өйткені баяндауыш сөйлемдегі ойдың негізгі іс-әрекеті, сөйлем атаулының басты қаңқасы және қалыпты орны әрдайым сөйлемнің соңы. Одан соң баяндауыштың жетегіне ерген сөйлем мүшелерін табамыз. Ең бірінші, баяндауыш арқылы бастауышты табамыз. Бастауышсыз сөйлем болуы мүмкін. Баяндауышсыз сөйлем болмайды. Кейде бастауыштар жасырынып тұрады. Егер тұрлаусыз мүшелер баяндаушыға қатысты болса, бастауыш тұрлаусыз мүшелерден бұрын сөйлемнің басында келеді. Әкесі баласын орман тоғайлы жерге ертіп апарады деген мысалда баяндауыш табайық. Не істейді? Ертіп апарады. Кім ертіп апарады? Әкесі. Бастауыш сөйлемнің басында. Тұрлаусыз мүшелер баяндаушты толықтырып, пысықтап тұр. Қайда апарады? Орман тоғайлы жерге. Пысықтауыш. Кімді апарады? Баласын. Толықтауыш. Егер тұрлаусыз мүшелер бастауышты толықтырып, анықтап, немесе пысықтап тұратын болса, онда бастауыш баяндауыштың алдында орналасады. Мысалы, есік алдындағы үлкен сары ит үре бастады. Не істеді? Үре бастады баяндауыш. Не үре бастады? Ит. Бастауыш. Қандай ит? Үлкен сары ит. Қай ит? Есік алдындағы ит. Анықтауыштар. Егер бастауышқа да, баяндауышқа да қатысты тұрлаусыз мүшелер болса, бастауыш сөйлемнің ортасында, баяндауыш әдеттегідей сөйлем соңында болады. Осы кезде қара қыз лып етіп қасына отыра кетті. Не істеді? Отыра кетті. Кім отыра кетті? Қыз отыра кетті. Қайда отыра кетті? Қасына отыра кетті. Қалай отыра кетті? Лып етіп отыра кетті. Қай қыз? Қара қыз. Қашан отыра кетті? Осы кезде. Бастауышты білдіріп тұрған сөз сөйлемнің ортасында орналасқан. Енді талдау тәртібін жинақтап алайық. Сонымен ең алдымен сөйлемнің баяндауышын табамыз. Баяндауыш сөйлемді құрайтын басты діңгек болғандықтан айқын көрініп, сөйлемнің соңында тұрады. Екінші, баяндауыш арқылы қимыл іс-әрекеттің иесіне сұрақ қойып, бастауышты табамыз. Бастауыштан бұрын баяндауышты табу себебіміз баяндауышсыз, жоғарыда айтып өткендей, баяндауышсыз сөйлем болмайды. Ал бастауыш болмауы мүмкін. Баяндауышқа қатысты басқа мүшелер, мысалы толықтауыш, пысықтауыш рет-ретімен баяндауыштан сұрақ қою арқылы табылып отырады. Оны біз жаңа жоғарыда айтылған мысалдар арқылы байқадық. Баяндауышқа бағына байланысып тұрған мүшелерге қатысты мүшелерде рет-ретімен өздерінің грамматикалық байланысының ізімен олардан сұрақ қою арқылы айқындалып отырады. Бастауышқа қатысты мүшелерде сұрақ қою арқылы анықталады. Сұрақ сөйлемдегі сөздердің грамматикалық байланысының ізімен анықтап алған мүшеден белгісіз мүшеге қойылады. Сөйлемдегі кез келген сөзді жұлып алып, оған жеке сұрақ қойып, қандай мүше болып тұрғанын анықтауға болмайды. Яғни біз айтылған реттілік бойынша сөйлем мүшелерін
рет-ретімен анықтаймыз. Қазір оған бір мысал келтірейік. Олжабек сол түтіннің дәл түбінде көгөшені жіліктеп бұзып отыр. Жай сөйлем, жайылма сөйлем, хабарлы сөйлем. Не істеді? Бұзып отыр, баяндауыш. Кім бұзып отыр? Олжабек бұзып отыр. Олжабек дара бастауыш. Қалай бұзып отыр? Жіліктеп бұзып отыр. Қимылсын пысықтауыш. Нені бұзып отыр? Өгізшені. Тап септігіндегі сөзде тұрып, тура толықтауыштың қызметін атқарып тұр. Қай өгізшені? Көгөшені. Дара анықтауыш. Бұл жерде өгізше деген толықтауышты анықтап тұр. Қайда бұзып отыр? Түтіннің дәл түбінде. Күрделі мекен пысықтауыш. Қай түтіннің дәл түбінде? Сол түтіннің дәл түбінде. Анықтауыш. Сол сөзі түтіннің дәл түбінде деген пысықтауышты анықтап тұр. Сөйлемді осылай сөйлем мүшесіне талдауды қарастырдық. Сөйлем ішінен сөйлем мүшелерін тауып, беріп тұрған мағынасы мен сөйлемдегі орнын көрсетіп бере алудың маңызы зор екендігін түсіндік. Ендеше талдау үлгісіне қарап, берілген сөйлемдерді сөйлем мүшелеріне үйде талдап келіңіздер. Кеу-кеулеген жұрттың арасынан еңгезердей біреу шықты. Біз екеуміз қара биемізді жетектеп, дәл осы Жылансайдың беткей жағына шөп шабуға келеміз. Көңіл қойып тыңдағандарыңыз үшін рахмет. Сау болыңыздар.